Қараңыздар оқушылар, жаңа мен есеп жүрдім ғой, үй жұмысын жүрген кезде сонда мынандай есеп бар. 6-шы есеп бізде. Осындай круг берілген сіздерге, шеңбер. Шеңберлерге нүкте салынған, осы нүктелерді пайдаланып қанша үшбұрыш құрастыруға болады деген сұрақ қойып тұр да. Енді мен оны қалай шығарамын? Мен бұндай есептердің барлығында, кәдімгідей барлығында теору формуласын пайдаланамын. Теорудың қалай еді бізде формуласы? Ол бізде былай: снк тең болады n факториалы, мына жерде k-ның факториалы, және де мына жерден n азайтылған k-ның факториалы. Яғни екеуін азайтып барып, тағы да факториал табасың деген сөз. Осындай формула бар. Енді мен қалай табам, қалай қоям? Мен бірінші қанша нүкте бар екен санап шығайық. A, B, C, D, E, F, G, H. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8 нүкте бар екен. Енді сұрақ қоясың, саған мынандай сұрақ қойылып жатыр. 3 бұрыш құрастыруға болады деп. 3 бұрыш қалай өзі? Мынандай фигура емес пе ол 3 бұрыш? Дұрыс па? 3 бұрышта мысалы A, B, C қанша нүктесі болады 3 бұрышта? Міндетті түрде 3 бұрышта 3 нүкте болады. 4 бұрышта 4 нүкте болады, 5 бұрышта 5 нүкте болады деген секілді. Яғни бұл 3 бұрыш 3 нүктеден жасалғандықтан мен мына жерге 3 деп жазып қоям дейді. 8-ден 3 болады. Қара, 8 нүктеден 3 нүктені құрастырып алу керекпін ғой мен. Тең болады, то есть 3 бұрышты. Орнына қояйық, мына жерде 8-дің факториалы тұру керек мына жерде. Ал мына жерден 3-дің факториалы тұрады, ал мына жерде 8 азайту 3 ол бізде 5-ті береді, яғни 5-дің факториалы болады. Түсінесіздер ғой, иә? Әрі қарай жалғастырайық бізден. Мына жерден 8-дің факториалын қалай жазсам болады? Осы жердегі ең үлкеннен бастап жазайық. 5-дің факториалы болса, онда мен 5-дің факториалы көбейтілген ары қарай 8-ге дейін көбейтіндіні жазып кетем. 6, 7, 8 деп көбейтіндіні ғана жазып кетем. Астында не тұрады? 3-дің факториалы 1 көбейту 2 көбейту 3. Оны сіздер жартыға бөлу керексіздер. 6-ға тең екенін 5-дің факториалы 5-дің факториалы деп қоя берейін. Себеп мен қазір мына 5-дің факториалымен 5-дің факториалын қысқартып жіберу керекпін. Әрі қарай не қалды? 1 көбейту 2 көбейту 3 6-ны береді. Мынаумен мына 6-ны қысқартып жіберемін. Яғни 7-ні 8-ге көбейтсем 56 шығады. Яғни мен қанша 3 бұрыш құрастыра алады екем? 56 3 бұрыш құрастыра алады екем ғой мына жерден. Түсінесіздер ғой, иә? Осымен міне 6-шы есебімізді біз талдап шықтық. Осындай тағы да бір сұрақтарыңыз болатын болса, ұялмай маған жекеме жаза беріңіздер, жібере беріңіздер. Скриншоттап алыңыз, ағай мынау қалай? Скриншоттап алыңыз, ағай мынау қалай? Ағай мынау қалай? Ағай мынау қалай? Мен кәдімгідей қойшы жібермеші дейтіндей жағдайға жеткізіп тастау керексіз. Бірақ ондай болмайды енді. Мен оқушыларыма ешқашан отказ бермеймін. Барынша қолым босаса әрине сіздерге көмектесемін. Жақсы, онда сау болыңыздар.